Барлықтарыңызға сәлем. Мынадай әдемі торттың құрамы өте қарапайым. Яғни жай ғана бисквиттен дайындалған осындай әдемі торт. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, миксермен араластырамыз. Төменгі жылдамдықты араластыра отырып, қантымызды саламыз. Массамыз аппақ болып, үлпілдек болып көтерілгенше миксермен араластыра беруді тоқтатпаймыз. Одан кейін массамызға ыстық суымызды құйып, лопатканың көмегімен асықпай жаймен араластырамыз. Одан кейін қопсытқышымызбен ас содасын електен өткізіп, одан кейін какаоны електен осылай өткізіп аламыз. Одан кейін тағы да лопаткамыздың көмегімен осылай жаймен асықпай араластырамыз. Менде видео монтаждалғаннан кейін осылай жоғарғы жылдамдықта араластырылған, бірақ менің өзім бұны жай жылдамдықта араластырдым. Егер қатты жылдамдықта араластыратын болсаңыздар, бисквитіңіз басылып қалуы әбден мүмкін. Массамызды дайын тұрған формаларымызға салып, 180 градуста қызып тұрған пешке салып аламыз. Одан кейін кремімізді дайындаймыз. 500 грамм сливкемізді құйып, жай жылдамдықта араластырамыз. Жай жылдамдықта араластыра отырып, қант ұнтағымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін дәл осындай жай жылдамдықта творожный сырымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Яғни сливкеміздің ішіне творожный сырымыз түйіршіктелмей әбден араласу керек. Одан кейін осылай маскарпонемізді алып, тағы да жай жылдамдықта араластырып аламыз. Маскарпонемізде жақсылап араласты деген кезде миксердің жылдамдығын күшейтеміз. Өте қатты жылдамдықта араластыра отырып, миксердің айналуы қиынсыған сәтте креміміздің қатты болғанын байқаймыз. Креміміз дайын. Одан кейін жаңағы екі бисквитіміздің ортасын бір бөлікке бөліп, 4 бөлік етіп аламыз. Одан кейін осылай тортымызды жинаймыз. Кремінің арасына көп қылып салудан қорықпаңыздар, яғни бисквит оның барлығын сіңіріп алады.
Тортымызды жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе 1 түнге қойып қойыңыздар. Сонда кремі әбден сіңіп, үстіне тағы да крем жағу оңайға соғады. Міне біздің тортымыз тоңазытқышта 1 түн тұрды. Одан кейін осылай пышақпен, баппен, жаймен ашып аламыз. Әйтпесе кольцомызды көтергеннен кейін тортымыз сынып кетуі мүмкін. Одан кейін бетін әрлеуге дайындап қойған қызғылт кремімізді осылай салып, тегістеп, жан-жағына жағып, әдемілейміз. Тортты әрлеп жатқан крем ол жаңағы бисквиттің арасына салынған крем. Яғни крем артылып қалғаннан кейін немесе артылмаса қайтадан дәл солай крем жасап, өз қалауыңызша кез келген түсте осылай кремнің түсін өзгертуге болады. Жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін дайын болып тұрған тортымызға шоколадты ганашымызды үстіне құйып, осылай жаймен әдемі етіп жайып шығамыз. Яғни шоколадты ганашты дайындар уақытта өзіңіздің көз мөлшеріңізбен шоколадты салып алып, одан кейін үстіне азғантай 50 немесе 100 грамм сливки құйып, шоколадымызды су моншасында ертіп алсаңыздар болады. Ганашты дайындау тәсілін видео астында көрсетіп кетемін. Шоколадымызды құйып болғаннан кейін терезенің алдына салқын жерге немесе тоңазытқышқа тағы да 5-10 минут аралығында қойып шығамыз. Одан кейін осылай жемістермен немесе печеньелермен өздеріңіздің қалауыңыз бойынша торттың бетін әрлейміз. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі арнамда апта сайын 2-3 рет жаңа видеолар шығарылып отырады.